Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгін бізде бір керемет ойын контрабанд полиш, яғни шекарашының қызметін атқаратын боламыз. Бізде бүгін, қателеспесем, 4-ші бөлімге келіп жеттік. Адамдар бізге уже андай ғой, үйреніп қалған ғой уже прохождениеге. И прохождение қайда, неге шығармай атсын десін, ойбай, үлгермей атым ағайын. Үлгерсем міндетті түрде мен обязательно шығарам ғой, бірақ ортасына андай видеолар салып отым да, чтобы интересный контент болу үшін де. Так, кім екен соғып отқан? Соны алайықшы. Сол интереснее бізге қазір. Утром в гостинице под пьяным медведем был найден труп. Мә, развернуть. Так, бүгін бізге бір қызық. Таинственное убийство дейді ғой. Барайық. Так, бұл жол бізге қызық жұмыс беріп жатыр. Так, ренжімеңдер, бүгін басқа адам қабылдайтын шығар сендерді, маған кішкене ақша подзаработать етіп келу керек, потому что что-то манағыдан кейін маған болмайды бұлай жүруге. Так, достар, бүгін бізде бір қызықты миссия болып тұрған сияқты, потому что таинственное убийствоның раскрытиесін жасауымыз керек, яғни бүгін біздер бір қызық адамды кездестіретін сияқтымыз. Қазір бірінші барып сержантқа барамыз, содан кейін барып дәл сөйлесеміз. Мынаяқта мен қарсыластарым да жүруі мүмкін. Мен машинам қатты жүріп бастады, айтпақшы достар. Потому что мен 3-ші уровеньге дейін, екінші уровеньге дейін дамыттым машинаны. И одан кейін машина ұшып тұр, кәдімгі тез жүреді любой жерде да. Бірақ сонда да бізге ана жига керек. Жига болса жақсы болады. Так, 3:57, 3 минут берді бізге жетіп алуға. Бұлай жете алам ба екен? Жете алмайды екен. Түу, болды ма? Фар сынды ма? Сынды я. Ооо! Екі фарың тең болсын деді о. Кеттік ал. Енді тез-тез барсақ. Кстати, бұл ойынның несі қызыға? То, что не только сен шекарада тұрмайсың, а еще қырғын заттар орындайсың да. Так, енді кімге барайын, соны айтшы маған. Ага, поговорите с сержантом дейді. Мен сержантты көріп тұрмын ба не? Хорошо. Мен электрокар сияқты как будто бар ғой мешітем. Так, сержант қайдасың? Міне тұр ғой сержант. Так, барып, біліп қайтайық жағдайын. Бүгінгі гостиницада не болған? Drinking beer дейді о. Так. Товарищи, как хорошо, что вы здесь. Тело нашел уборщик на задней стороне здания, дейді. Мы оцепили территорию. Подозреваемыйлардан допрос жаса, дейді. Мына жердің бәріне ешкімді шығармаңдар. Яма? Так. Аха. Так, мына жердің барлығын тексеру керек онда. Так, не болды? Бедняга, он лежит так уже несколько часов, дейді. Цали BM. Так, мынаяқта аяқтың іздері тұр, прикиньте, убийство расследование беріп отыр бізге бірінші рет. Так, жүрме артынан ер. Болды, қайтты айтып атсыма бір затты. Так. Так, мына жерден аяқ бітті ма? Жоқ, біткен жоқ. Так, қазір мен сені жеймін. Қалай секірген? Надан тұрып бет секірген ба? Опа, деп. Аха. Көп болса қайда барасың, а? Так. Аха, мына жерге тоқтаған, еще прикинь, екеуі күрескен болып тұр ғой соған қарағанда.
Мына жерге пышақ тастап кеткен. Дальше бұл іздің ешқандай жалғасы жоқ. Сол үшін дальше барамыз. Подозреваемый адамдарды допросить етейік енді. Есік ашылмайды, артқы есік. Так, ішке барайық. Подозреваемыйлардың бәрі іште шығар осы. Ага. Так. Силой притащили, и я должен был сидеть дома с больным отцом. В последнее время ему стало хуже. Хорошо, мен түсіндім. Так, о, железно. У нас был повод. Олег так обрадовался этому оповещению, что... Так, мына жерде одем текнелер. Так, қолы қан болу керек, достар. Потому что... На, аютын тұрсын қара. Мынау не? Какие-то парни из мясного магазина явились сюда, чтобы пропустить пару стаканов, дейді ғой. Что он нашел позади задания? Он был белый, как полотно. Уборщик қайда енді? Уборщик керек қой бізге. Туза, я хотел его быть. Эти чертовы часы хранились в моей семье из поколения в поколение. Ведь я сболтнул еще, но я никогда не обидел этого ублюдка. Поговорил лишь с Тимуром. Он со вчерашнего дня какой-то странный. Так, Олегтің жұмыстан көтерілгенін біз тойлап жатырмыз дейді. Так, здесь что-то не то. Олардың бәрі ашылмайды да. В общем, әңгімелерін бір тыңдап шығайын, мен сонда да білуім керек, кім екен конкретно. Силой притащили, күшпен алып келді, я должен мен үйде болуым керек, әкемнің қасында, соңғы кезде оның жағдайы қиындап кетті дейді. Хорошо. Был уборщик подозрительный весь вечер, он как-то странно смотрел на нас и пытался подслушивать. Уборщик дейді. Ага. Олардың Туза хотел. Уборщикті дейді, бәрі осы. Так, осы главное подозреваемый пока что. Бірақ та маған еще мынаның слишком спокойно отқан ұнамайды. Мынаның асығып тұрған ұнамайды. Екеуі енді такой средний. Так, не делалсам, мыняқта бір тексеру керек. Так, поговорите с сержантом дейді. Короче, не болса да, бітеміз. Сержантпен сөйлесеміз. Сахаев и Моронин дейтін қайса. Морин и... Морин и Никита Петорский. Бармен мен Петорский не виноваты, менің ойымша. Бармен мен Петорский, потому что бармен мен сөйлестім, ол енді и так сол жерде жұмыс жүрген адам. На территории сада дейді ғой. Найдите место вечеринки на территории сада. Место вечеринки. Так, аяқтың ізі место вечеринки. Вот, место вечеринки. Допросите подозреваемых. Так, енді, мынандай тема. Мына жерде бір қарайық. Киім жыртылған. Нормально төбелес болған мына жерде. Так, водка дей ма? Водка деген барлық жақта водка болып тұр ғой. Так, енді допросите подозреваемых. Ішке барып, допрос жасайық подозреваемайларға. Тағы бір сөйлесек мне. Мен үшін главное. Во двор я с трудом добрался до беседки. Кажется, там я отключился. Был примерно бір күдіктінің біреуі. Себебі точно. Зато мы, ну водка арач. Ішкендердің біреуі. Осы. Так, Василий. Мы садли будку. Это водка покончить. Тимур
пошел от шлавку до рабу. Туалет за зданием. Олег иду тулет, ач поворотный буднок, это в наиподце завред. Егор поспалич, а я мадре самотка, ач Никита. Так, Никита мен қалдым дейді. Тимур Корченко. Когда пошло это шло, Когда я пошел за бутылкой, я увидел уборщика. Ну, манадан бері байқадыңыздар ма? Уборщиктен көріп отыр. Под одеждой. Хорошо, уборщикті бір тексереміз. Бірақ мына жестко уборщиктен көрсетіп отыр. Когда гости переместились во двор около 6 утра, я вышел покурить и увидел одного из гостей. Увидел идущий к задней части здания, кажется, имам мына жер мафия отыр, достар, таза. Мынау уборщикті кінәлап отыр, ал уборщик мынаны кінәлап отыр да. Екеуі бір-біріне, короче, лақтырып отыр. Бізде қазір 4 күдікті қалды. Так, сержантпен енді бұл екеуін қалдыратын сияқтымыз, потому что главный қазір екеуі бір-бірін кінәлап тұр. Соған қарағанда екеуінің біреуі, ал бұл өзінің, яғни қаяқта болған точно айтты. Таңертең ұйықтап қалып қайтадан тұрған, қасында имені сол қайтыс болған адам жоқ болғанын айтты. Ну, короче, тоже был закрыт дейді. Сахаев и Морин. Сахаев пен Моринді босатамыз. Опа, енді осы екеуінің біреуі. Почему? Неге мен олай ойладым? Ес жауып тастайық, бұл жерде қашу барлығы болуы мүмкін. Қалай мен оны примерно түсіндім? Потому что екеуі бір-біріне лақтырып отыр. Мынау манадан бері мынаны кінәлап отыр. Манадан бері уборщикті кінәлап отыр. Соған қарағанда уборщиктің де бір қатысы бар. Так, бізге обыщите склад дейді. Так, складта не бар екен? Енді біз складтан осы жерден табамыз, табатын заттың барлығын. Так, осы жердің уборщигі де бірге қосылып, документ КГП. Так, документ табылды, КГП. Так, мына жерде не бар екен? Аха. Так. Аха. Мына жерде пока ештеңе көріп тұрған жоқпын, қызық. Алар ашылмайды өкінішке орай. Так, что за жер? Так, түсінсем бұйырмас, не бар мияқта? Так. Так, мына жерлер сынған. Мына жерлердің барлығын шаққан. Төбелес основном осы жерде болған сияқты басы. Төбелестің басы осы жерде болып. Опа, мынаны көрмей тұрмын ба сонда? Подозрительное письмо дейді ол. Командир, по вашему приказу я взял в разработку Олега Богданова и подтверждаю, что он связан с КГП. Стукач умрет еще сегодня, дейді ол. Да здравствует свободный Акаристан Тимур дейді. О, бәрекелді. Мен уборщиктен көршін, а бұл Тимур қатыр жоқ мына жерде. Опа, арестуйте убийцу. Деп жүгіріп келіп. Тимур? Ладно, это был я. Мен болдым дейді. Просто Катя, из-за таких грязных ублюдков в тюрьме сидит моя жена и многие других невинных людей дейді. Неге әңгімесін тыңдап тұрсың? Вы сможете... Неге тыңдап тұрмын мен? Просто ал, арестуй. Арестовать болды. Вы нас не остановите, дейді. Остановим, еще как. В отчаянии Тимур достает спрятанный нож и замахивается в вашу сторону, дейді. Реакция сержант Быкова, вы не пострадали. Убийца с огнестрельным ранением попадает в больницу, где ждет суда, дейді. Еще маған жабысып тұр ғой. Опа, $800 берді ғой бізге, ағайын, что там? А, көліктер еще келіп тұр бізде дальше. Так, енді ақыры көліктер келіп тұр екен. Біздер дальше жұмысымыз жүргізе берейік. $527. Ага.
Sen budu, 2030. Так, 2030. Максимальный вес идеально келіпті гам. 86H, нет бамперов. Ага, и водителю 43. Так, ага, Эмин. Паспорт дұрыс. Ага, туризм дейді. Туризм деген корова мен дым келмейді ғой, білем мынау. Мынаны да бір тексеру керек. Мынау да бір банданың бір демесі ол мүмкін. Сен бір түрлісің бар ғой. Бауырым. Бір түрлі болып тұрсын шығар. Так, қалған заттар дұрыс сияқты, в принципе, тек на туризм деп жазған әрі кетті. Қалай кетті? Соны түсінбедім. Так, бұда бірден бар ма? Іште көрмейді. Ішіне кіріп қарамаса. Ваша работа. Нет, ничего нелегального дейді. Туризм деп айтпайсың ғой, онда нелегальный болса. Так. С этим осторожно дейді. Так, оны өзіміз білеміз. Ол біздің жұмысымыз. Корова. Так, өткізе алмаймын. Туризм... Сосын әңгіме айтады, туризммен мен қалай өткізем бұны? Бұл туризммен келіп тұр, бірақ вообще саудамен айналысайын жүрген адам сияқты, как будто. Так что отказано тебе. Бейбіт. Так, на жерде точно ештеңе жоқ. Отырма ештеңе. Артына келіп тұра берсін ау. Мен саған печать басып жіберейін, болмайды деген. Так, отчет о досмотре айттым ғой. Демал. Оная не топот. Что за денек дейді. Екеу бірге ашылып көрдіңдер ма? Артта құлап қалмасы тек. Отдайте. Отречь. Акробротай. Өтті ма? Көрейік шал. Неге водитель чист деген? Неге ол туризм деп жазады? Мен түсінбеймін. Қалай ол корованы алып баратқан адам турист болып барады? Мен вообще мұрын миыма кіріп шықпайды. Дұрыс па? Достар, комментарий жазыңыздаршы. Сонда корова сиыр алып баратқан адам турист бола ала ма? Үшін 740 дейді. Емельян Королов. Биологически опасные. Дөңгелек. Акронур машменут шас. Баста ұртпа. Никто ничего, ешкім времясын құртып атқан жоқ, бейбіт. Одан да тұр. Общение болады, общение қазір екеумізде. Бәрін тексерем өйстіп. Болмайды айтпсем анағыдай. Так. İşte бір қарап шығайық. Манағыдай болып тұр айтпсе. Баста ұртпаш. Қалай ничего тут не делайте. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 8, 9 дұрыс та. 4800 бірдеме еще. Мен сейчас тексеріп шықтым. В принципе, ештеңе жоқ мына мешасында. Жіберсем болады сияқты мынаны. Жіберейінші ал, жақсы көрейік ал. Биологический груз. Так, аха. Хорошо. Ту, мына ішіне салу керек, ұмытып кете беремін. Грузын салып берші өтініш. Хорошо. Грузын салып бер, битик. И соңғы адамды қабылдап цеқ. Бүгіндікке де енді. Соңғы екеу дейді. Ой-бой-ой. 870 килограмм.
Хватайте. Идеальный досмотр. Давай, Шаю документ бер. документ. Рахмет. Айбек Сойонов. Паспорт. Охо. Несоответствие. Значит, что-то не то. Паспортты өтірік алып кіру деген болмайды, бауырым. Так, багаж дейді ғой. 6 удобрение. Так, на мешнасы что-то. Что-то не то. 69, 63. А, 86 екен ғой. Бәрекелді, достар. Түсе қой машинадан. Мына жерге тұра ғой. Досмотр болады. Вернуйся, не ташпу, сука. Спокойно, здесь ничего нет, дейді. Білем ғой, ничего нет екен, бауырым. Разгруз багажа деген вот осы. Бауырим. Сен де бір бандың несісің ғой. Просто так-то мен сені алып аламын ғой. Білесің ба? Пропшаю релизками на машину, ач багра это корейский. 390 өткізейін ба? Шүтшіме ақша. Конечно, ақша керек. Но, қазір ода емес әңгіме. Сен бітшеш. Ақшаң тарт. Бітшеш сен. Почему дейді о? Еще почему деген сұрақ қояды, достар, прикиньте. Түсінбеймін мен. Так, бұл да бізге бір жақсы жұмыс болды. Так, бетик. Мен скальпелімді алайын. Оказывается, осы жерде екен. Так. Аха, бізде басқа не жоқ та? А, бар ғой ме? Көк, енді. Әлі ботам келдің ғой да? А, давай, да. Так, нормально, достар. Дөңгелектен шығып жатыр уже. Аха. Так, мынаны алып қойық. Так, в общем, мына жинап тастай ғой. Бірақ мен бейт тұр жинап тастай ғой деген қалай кетті. Достар, осы бөлім сіздерге ұнады деген ойдамын. Бүгінгі бөлімде бізде қызық миссиялар болды. Сондықтан келесі бөлімді күтетін болсаңыздар, онда лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше.